Ақтөбелік студенттер онлайн түрде емтихан тапсыруды бастады. Шаһардағы жоғары орта арнаулы оқу орындарының барлығы дерлік коронавирус жұқпасының таралуын азайту мақсатында студенттерінің білімін әрі қарай да қашықтан тексермек. Өткен тәулікте Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің 1-ші, 2-ші, 3-ші курс студенттері Қазақстан тарих пәнінен емтихан тапсырған. Енді қазір қарапайым пәндер бойынша емтихандар жүріп жатыр, бірақ біздің өзіміздің пандемия кезеңіне арналған академиялық саясатымызға сай біз аралық аттестаттауды жалпы ағымдық бақылау негізінде силабустарға сәйкес бағалау негізінде жүзеге асыруға шешім қабылдадық. Бірақ дегенмен де кейбір студенттер өзінің GPA-ін көтеру мақсатында GPA мөлшерін немесе рейтингтің қорытындыларына сай емтихан тапсыруға ниет білдірген кейбір студенттер де бар. Оларға біз жағдай жасадық. Олар бірақ емтиханды жаңағы ауызша онлайн форматта тапсырады. 3200 студент электронды билет суырып сұрақтарға жауап берген. Тек шалғай ауылдағы 7 студент интернеттің нашарлығына байланысты жазғы сессиясын кейін тапсыратын болды. Маусым айының соңына дейін созылатын 8 сынақты 15 мың студент тапсырып шығуы тиіс. 4-ші курстың студенттерінен мемлекеттік емтихандарда онлайн түрде қабылданады. Қазылық ететін комиссия мүшелері аудиторияларға келіп қадағалайтын болады. Студенттері дипломдарын кейіннен карантины толық аяқталған соң ала алады.